Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aleyküm Dawson eshitib turma. Eshitilyapti. Assalomu alaykum, hurmatli Koreya ko'magi o'qirmandlari. Sizlar bilan birga Samad Ahmed, және Koreyaning vaqtiмен saat қазір 8:00 және бізде тікелей эфир. Бүгінгі тікелей эфир кезінде біз сіздерге Корея елінде болып жатқан біраз оқиғалармен таныстыратын боламыз. Тікелей эфирге лайк баса отырыңыздар. Тікелей эфир соңында біздің комментариямызмен тікелей ашылатын болады. Assalomu alaykum, hurmatli Janubiy Koreya davlatlarimiz kuzatib o'tgan obunachilar. Hozir prямой efir Koreya vaqti bilan soat 8. Prямой efir ko'proq insonlar ko'rish uchun like bosib o'tiringlar, iltimos. Qo'sh keldingiz. O'zingizni tanistira ketsangiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Birinchi yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Ismim Ilhom bo'ladi. Sayramda Chimkentda turaman. Sayramda shu Koreyada ishlayib yuribman shu. Telefonda bir yerga qo'yib qo'yingizda, ari-beri qiymildamasin. Efir bu saqlab qoladi dunyo. Жалпы алдымен өзіңізді таныстырсаңыз, кімсіз, қайдансыз, Koreyada не істеп жүрсіз? Shu Koreyada ishlashga kelganmiz. 2018-yilga kelganmiz. O'zimiz Chimkentlik, Chimkent Sayramda turamiz. Sayramda shu Koreyada ishlayib yurgan odammiz. Есіміңіз кім? Ilhom. Ilhom, men қазақ тілінде сөйлеймін, себебі біздің аудитория бұл аудитория, бірақ көбісі жаңағыдай қазақ тілінде болғандықтан, қазақ тілін біреуді барлық адамдар түсінеді. Одан кейін соңында мен қысқа ғана өзбек тілінде аударып, Өзбекстан оқырмандарымызға да аударып береміз. Себебі оларға да ескертуіміз керек. Жалпы Ilhom, сізде не мәселе болды? Не жағдай? Қысқа ғана айналдырмай, халық түсінетіндей, біз түсінетіндей қылып айтып берсеңіз. Bizde бұлай жағдай. Biz Sarvar деген баламен таныспыз. Ол досымның братаны болады. Sarvar деген бала. Сайрамда тұрады, ол да көршіміз болады. Сол адамдан машина алмақшы болғанбыз. Варианттар тастады, машинаның варианттарын тастады. Маған ұнады машина. И срочно ақшасын беру керек деді. Срочно ақшасын беру керек. И болмасам сатылып кететін машина деді. Арзан бағада айтты. Ондай ценаға жоқ басқа жерде. Сосын біз Қазақстанның Шымкенттен ақша бердік. $12,000 бердік ақша. Сайрамның өзінен бір адам келеді, алып кетеді деді. Сол бойы ақшаны алып та мен Печежанға сол машинаның алдына барсам, араб, оның хозяйны араб екен. Сарvar оған ақша өткізмеген екен. Мен остатка сумманы апарып берген, остатка сумманы апарып берсем, ол араб айтады, толын сумманы бер маған дейді. Сосын Sarvarға сөзге шықтым, Sarvar қаяқтасың дейді, осы жақтамын, қазір баратырмын дейді. Иә, мақұл кел дейді. Келсем араб айтады, маған бір тиын өткізмеген, 30 миллион ақша өткізсең, машинаны алып кетесің деп айтып жатыр. Сосын нақтылы кіргізейікші, 30 миллион вон. Иә, 30 миллион вон общий сумма. $12,000 вон бойынша 15 миллиондай болып тұр сол курс кезінде. 15 миллион вонды өткізгенмін, Sarvarға өткізгенмін. И остатка 15 миллионды арабқа алып бердім, абара бердім. Сосын айтады да, қалған ақшам бермейсің ба дейді. Мен Sarvarға өткізіп қойған десем, Sarvar маған бір тиын адам ақша берген жоқ деп айтып жатыр да. Сосын Sarvarға сөзге шықтым, болды машина керек емес, ақшаны қайта 50 машинаны қойып бер десем, әне-міне деп уже екі шапты өтті. Срок алады өзі, срок алады, 2 күн алады, қойып бере алмайды, 2 күн алады, қойып бере алмайды. Сондай болады. Жалпы қараңыз, сіз Sarvar деген азаматқа, мен танитын, білетін сол Sarvar. Бұл Sarvar алдында бізде Инстаграмға шыққан, солай ғой. Иә. Қазір прямой эфирден соң біз арнайы оның фотосын әлеуметтік желіде көрсететін боламыз. Қазір менде бар ма екен, мына жерде көрсете салсам, міне бар екен. Sarvar деген мына жігіт қой, сіз жаңа маған жіберген. Осы жігіт қой, иә. Осы жігіт, иә? Иә. Астында тұрған сіз ғой, немен сөйлескенсіз, WhatsApp-пен. Дұрыс па? Иә. Енді қараңыз, бұл азаматқа сіз $12,000 қалай, қай жерде бердіңіз?
Қазақстаннан сайрамдан беріп жүрген үйге біреу келеді, соған ақшаны беріп жүресің. Қолыңызды түсіріп отырыңыз. Бұл жерде көпшілік көріп жатыр, иә? Сайрамда 12 000 доллар ақшаны бердіңіз. Бұл оқиға қашан болып жатыр? 29 февраль, январь күні болды. Осы жыл 2023. Иә, осы жыл. 3 аптама сондай өтті. Жақында бір ай болды. Ақшада Бұл азаматтың негізі сіз білесіз бе кім екенін? Кім екенін білемін. Көршім ғой өзім, сайрамда көршім. Жарайды, көршіңіз. Ал сіз біздің Instagram аккаунтты қашаннан бері бақылайсыз? Сол бір 2-3 жыл болып қалды. 2-3 жыл болған болса, сіз 2023 жыл ақша беріпсіз. Бұл сарварды алдын Instagramда шыққанын білетін едіңіз? Білгем, бірақ мән бермеген сондай болып қалмаған. Яғни сіз сол Instagramда бұл сарвардың алаяқ екендігін, көлік сатам деп, көлік жіберем деп Корея мемлекетінде қаншама адамды қанжылатып жүргенін біле тұра, сіз оған сол 12 000 доллар ақшаны бердіңіз, солай ғой? Иә, сондай болды. Сізге де солай болды. Сол нәрсені біле тұра, көре тұра осындай адамға ақшаны беріп. Біз әлеуметтік желіде көрсетеміз, иә, Илхам? Біз әлеуметтік желіде көрсетеміз. Шын мәнінде не болып жатқанын көрсетеміз. Кім екенін көрсетеміз. Сіз өзіңіздің көршіңіздің кім екенін білмейсіз. Бұл жерде сізде де қателік бар. Инстаграмға кіріп, жай ғана қойылған постты көрмеу керек, оның мән мағынасын түсіну. Илхам жан. Қараңыз, қазір сарвар не деп жатыр сізге? Ақшаны қойып берем деп, ол уақыт алып жатыр, алдап жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, қашып жүр ғой. Бермеймін деп жатқан жоқ, ақшаны қойып берем дейді. Берем дейді, бірақ жоқ ақша. Ал көлік қайда? Көлік неде тұр? Окчонда. Бір 80 километр жерде, пече жанында, автосвалкада тұр машина. Ол көлікті сіз Корея мемлекетінен заңды түрде алуға әрекет жасадыңыз ба, әлде заңсыз ба? Жоқ, заңды түрде, ол бәрі заңды ғой. Бәрі қағаздарын береді, мен үшін покупка, продажа, бәрі нәрсе. Өзіміз машина алып жіберіп тұрамыз Қазақстанға. Ондай случай бірінші рет болып тұр ғой. Яғни сарвар деген балаға алданып тұрғаныңыз бұл бірінші рет болып тұр. Бұның алдында сіз көлік алып Қазақстанға жібердіңіз, бірақ бұндай кедергі болған жоқ. Жоқ, бәрі чөтке жақсы болды. Түсінікті. Бұл болған оқиғадан сарвардың отбасы, жақындары біле ме, хабардар ма? Жоқ, мен оларға ешкімге әлі сөзге шықпадым, айттым, осы күні сағат 8-ге дейін қойып бер, мен ешкімге ешқаға сөзбеймін дейді. Звондап жатыр ғой қазір. Енді қараңыз, сіз қазір бұл жерде сіз ақшаны берген болсаңыз да, қандай да бір қолыңызда дәлел болатын болса, енді біздің беретін бұл алдын ала біз ескерттік бұл азаматтарға. Алдында да ескерткенбіз, сол әлеуметтік желіге шыққан посттардан соң қаншама адамның көзі ашылды, бірақ көз ашылмай жатқан адамдардың арасында сіз де бар екенсіз. Қатты айтсам жүрегіңіз тесереңіз. Енді жасалатын нәрсе, бұл әлеуметтік желіде көтерілді, ертең дәл осы болып жатқан прямой эфирді полицияға арыз жазған кезде заң түрде аудармаға беретін болсаңыз, олар нотариуспен аударып әрбір сөзді, ын десе ын деген жерін. Яғни сот, филологический сот сараптамасы деген нәрсе бар, кез келген жерде. Мен әрбір сөз, ол барлығы нүктесіне дейін, мысалға, десеңіз, дегеніне дейін аударылады. Ертең осы прямой эфирді полицияға көрсетуіңізге аудартып, осы істі қаратуыңызға болады. Мен қарсы емеспін. Инстаграмнан алсаңыз болады осы нәрсені. Енді қазір менде қандықта да бар, сөйлескенде бар, кәрісші. Өзің звукқа запись бәрін жазып алған, бәрі доказательствосы бар. Машина алған, не істеген бәрін кәріс, сөйлескен кәрісінде. Мысалы. Қазір сіз Инчон қаласындасыз ба? Жоқ, мен қазір Чонан қаласында, Чонан. Хвасондасыз сіз? Иә, Хвасонда. Хвасон қаласында болсаңыз, бұл оқиға Инчон қаласында болса, қазір сол Хвасон қаласында тұрып арыз жазсаңыз болады. Осы нәрсені көтеріп. Бұл азамат уже Корея еліне керек емес. Не біреуге пайдасы жоқ, тек қана зияны тиеді. Әке-шешесі көріп отқан болса, бұл баланы лучше Қазақстанға алдырған жақсы. Ертең мынау жүріс, мынау тұрыста ертең бұл көпке бармайды, біреудің қолында өліп кетеді. Сосын мәйітін жіберуімізге тура келеді. Қатты айтам, жүрегіне батырып, оны сөйтіп көзін ашпасақ, ол көзі ашылмайды оның. Енді мұсылман пенде
барлығымыз. Бірақ мұсылман деп тұрып, мұсылманды артына өткені ол дұрыс нәрсе емес. Бұл менің жеке пікірім. Бұл Сарвар деген азаматпен біз алдында да байланыс орнатқанбыз. Жаңа сіз сөйлескен SMS-теріңізді жіберіпті. Бұл азаматты өте жақсы білеміз. Өте жақсы білеміз. Просто қазір ғана бұны миграционныйға беріп біз жіберуімізге біздің ақылымызда, қолымызда жетеді. Бірақ жамандық жасағымыз келмейді. Ол қанша жаман болса да, оны заңға қойып береміз. Ал мен егер жамандық жасайтын болсам, қазір Илхамжан, аламды миграционныйға жібере салам. Қазір мысалға миграцияда Қазақстан, шетел азаматтарын Кореяда тазалап жатыр миграция. Алапта кетеді, депорт болады. Бірақ Қазақстанда да өте үлкен қаражатқа батқан, өте үлкен адамдарға берешегі бар бұл Сарвардың. Оны жақсы білеміз. Қазір әлеуметтік желіге шығып, құрметті оқырмандар, бұл екі азамат шығып алып, или Самат шығып тағы кім Сарварды жамандап жатыр демеңіздер. Міне алдымызда жәбірленуші адам отыр. Сондықтан бұл азаматты мысалға тұрып жатқан мекен жайында білеміз. Істеп жатқан әрекеттері қандай заңсыз әрекет, өз заңсыз мигрант болып, қандай заңсыз әрекеттер жасап жатыр. Бұл азаматтың тамасы түкті емес, бірақ біз ешқандай азаматқа қанша бізге қатты сөйлесе де, оған біз жамандық жасамаймыз. Біз де оны Аллаға бере саламыз, бұл екі заңға бере саламыз, заң өзі шешеді ол нәрсе. Прямой эфирден кейін байланысқа шығуы мүмкін. Әке шешесі көреді бұл видеоны, міндетті түрде көреді олар. Сәрверге бір-екі сөз айтып жіберсем бола ма? Просто көріп қазір айтасыз, қараңыз. Сіз балашылығы қарсы болған жоқсыз еш нәрседе. Бұл есінде де көрсетіледі бұл нәрсе. Қазір мысалға оңтүстік Корея елінде Илхамжан, мінекей сіз алдандыңыз $12,000. Дәл осындай көлік сатып алып Қазақстанға жіберем дейтіндер болса, оларға не? Ал сізді алдырып кеткен, алаяқтық жасап жүрген Сарварға не айтасыз? Ол мысалы істеп тұрған балдар бар, жақсы істеп өзінің үстінен шығып атқан балдар бар. Бәрі жақсы, алдамайтын жақсы балдар да бар. Олар жақсы цена қояды, өзінің услугасын қояды, алады. Ал мына арзандап, бите не істегенде уже кішкентай нетірлігі бар деп ойлаймын да уже ше. Кішкентай арзандап айтады, ақшаны алып алады, ол қашып кетеді. Ондайға сенбеу керек. Арзан нәрсеге мысалы ол барып көріп алған дұрыс деген өзі мысалы. Тепесіде тұрып сондай. Ал Сарварға не айтасыз? Сізге вроде Сарвар звондап жатыр, қазір қайта-қайта? Қазір бірдей звондап тұр. Короче, Сарвар, это только цветочки, ягодки будут потом. Көре бересің. Мысалы, мен айттым Сарварға, жақсылықша, по-хорошему решет етейік деп. Болмады ғой, көнбеді өзі. Илхамжан, сізді дұрыс түсіндім. Жалпы халықта бұл нәрсені түсінді деп ойлаймын. Біз сізден ары қарай байланыс орнатамыз. Егер заңда қандай да бір көмек керек болатын болса, сол өзіміз мысалға көп бізде бара алмасақ та телефон арқылы көмек беруге әрекет жасаймыз. Сол Хвасон қаласындағы бізде аудармашы қыздар бар, керек болатын болса, солармен байланыс орнатып, сіз заңсыз мигрант болсаңыз да, сіз бұл жерде жәбірленуші адамсыз. Жәбірленуші адам болғандығына байланысты, сіз ол нәрседен еш нәрседен қорықпаңыз. Тікелей полицияға барып, сол жерде қандай құжат керектігін айтам, тікелей сіз арыз жаза аласыз. Арыз жазып, бүкіл құжаттың барлығын көтере аласыз. Әбден қазы жеккейсіз ау, деймін, қайта-қайта су іштіңіз ғой. Ішінде. Көп қалды. Түсінікті, Илхамжан. Онда сізді тікелей эфирден өшірем, және ары қарай өзбек тілінде қазір оқырмандарымызға кішігірім аударып беруім керек. Жақсы, связамыз. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana hozir Janubiy Koreya davlatiga 2018-yili kelgan Sayram, ya'ni Qozog'istonlik fuqarosi, Sayram dahasida turuvchi fuqaro Ilhomjon biz bilan pryamoy efir qildi. Bu Ilhomjonning xalqdan va ko'pchilikdan yordam so'rab, ko'pchilikka ogohlik bildirayotganligi Janubiy Koreya davlatining Incheon shahrida yashovchi qozog'istonlik
fuqaro Sarvar. Bu Sarvar haqida biz oldin ham sizlarga ma'lumot berganmiz. Ya'ni Koreya davlatidan chet davlatlarga Qozog'istonga mashina chiqaramiz deb odamlardan pul oladi. Osmonda bo'lib pulni unut, Sarvarni unut. Undan keyin mashina ham yo'q, Sarvar ham yo'q. Hamma hayratda ikki qo'lini burniga tiqib qolyapti. Bu Sarvarga, ya'ni Ilhomjon degan bola $12,000 pul bergan. Sarvar lekin hech qanaqa mashinani ham, pulni ham qo'yib bermagan. Bu ya'ni oldimizdagi 2023-yil fevral oyida bo'layotgan narsa. Agar kimdaki mana shu bolani taniydigan bo'lsa, mana shu bola qandaydir, mana hozir rasmini yana bitta ko'rsataman. Mana shu bola qandaydir bir mashinalar sotaman, mashina olaman deb bir ma'lumotlar beradigan bo'lsa, bu narsadan juda ham ehtiyot bo'lasizlar. Bizniki faqat ogohlantirish, faqat ogohlantiramiz biz. Sarvarni o'ylaymanki, ota-onasi ham bu narsadan xabardor topadi. Ota-onasiga mana shu joyda obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, Sayram Daxasida yashovchi ota-onasiga mana shu prямой efir shuni jo'natib qo'yinglar. Biz bu insonga yomonlik qilmoqchi emasmiz. Yomonlik qilsak, joyiga borib qo'yardik. Biz bandamiz. Bizning rizq nasibamizni Alloh Koreya davlati qachongacha bergan, o'sha vaqtgacha yuramiz. Faqat qonunga qo'yamiz, qonun o'zi hal qiladi bu narsani. Shunday ekan, hurmatli obunachilar, barchangiz bu Koreya davlatidagi avto firibgardan xabardor topdingiz. Avto firibgar. Yangi oting muborak bo'lsin. Hurmatli o'qirmanlar, meniki qisqagina tikilay efirda ko'rdingizlar. Biz sizlarga eskirtuvni jasadik. Oңтүстүк Koreya yerinde Sarvar degan Sayram qalasining azamati Qozog'istonga ko'lik chiqarib berem deb ko'plagan odamlarda qanjilatib jur. Ya, avto mashinik, avto alayaq deb aytsak qateleşpeymiz. Bu Sarvardan jasab жатқан birinchi talabi emas. Hurmatli o'qirmanlar, saq bo'layıq, saqtanayıq. Her bir шығып жатқан efir, her bir шығып жатқан postda jay gana ko'rib o'tmay, onun мән ma'nosina nazar audarayıq. Ауырмаңыздар. Сіздермен бірге болған Самат Ахмет. Амандықта кездесейік.